басшылығымен. Біздер жолдасым 4 баламен Жаңақала ауданынан Оралға үйімізге қайтып келе жатқан жолда трассада авария болып, жолдасым сол авариядан қаза тапты. Жолдасымның аты жөні Абишев Айбек, 1984 жылғы. 37 жасқа толатын еді, мартта. Бастан қатты соққы, содан 2 күн комада болды. Сода келмейді. Қазір 4 баламмен қалдым. Вали Әділбек, 2009 жылғы. Рүстем Ақерке, 2016 жылғы. 4 жаста. Рүстем Аймира, 2 жаста. 2018 жылғы. Рүстем Айлин, кішкентайым 2 айлық, 3 ай болады. Авариядан кейінгі балалардың алған травмы. Үлкен балам қолы иығы сынды, гипс салып беріп, бетінен несінен тіге салып. Одан кейін қызым аяқтан жарақат алып, аяғы сынып, сол жақ аяғы. Қазір әлі больницадамыз. Одан кейінгі Рүстем Аймира, 3-ші қызым тоже иықтан сынып, тоже гипс салып берді. Ол үйде, әжелерінде. Кішкентайым кішкене мойнын ауыртып неткен, бірақ айтыр қауіпті ондай не жоқ, кішкентайым тәуір. Өзім қызымның қасында больницада жатырмыз. Осыға дейін сол Орал қаласында квартирада тұрып келді. Қазір осы соңғы уақытта дачада тұрдық. 15 мыңға жалдап. Дачада су, газ жоқ. Қыстың уақытында отын сатып аламыз. Қиындау, бірақ осыға дейін жақсы тұрып келгенбіз. Папалар қастарында болып. Енді осы халқымнан сұрайтын көмек. Балалардың басына баспана алып берсе екен деймін. Баспанамен қамтамасыз етсе, ары қарай шамалы екінші өзім көтеруге тырысамын.